Ну что, күнделік саудаға қош келдіңдер. Бүгін бізде кішігірім өзгерістер. Ал енді кірісейік. Сейчас қараймыз, не болып жатқанын көреміз, анализ жасаймыз. Бізде ликвидность шешіп тұр, келесі жоғары жақтағы хай болады. Получается, сделка ашуға мүмкіндік болмады. Заодно мен қазір мынау сумманы дұрыс қойған жоқпын. Хорошо. Басқа параға қосайық. Так. Добавить ете берейік. Нано. Биткоин тоже иногда можно. Ал енді кірісеміз. Так, қарайық. Ситуация күтейік. Бізде әлі сессияның жабылуына 10 секундтай бар. Ликвидность шешіп тұр, келесі жоғары жақтағы хай. Дайындаламыз. Келесі сессия ашылады, төмен кетеді, сделкамызды ашып жібереміз. Бірден жоғары қарай кетіп қалды. Блин. Но в целом сессияға қарасақ, бізде қызыл болып жабылып тұр ғой. Осының өзі негізі бір көрсеткіш деп ойлаймын. Давайте бір сделканы төмендеп ашып көрейік. Бізде в целом байқап тұрғанымыздай, да? Мына қызыл свечамыз денеме закрепление болып жабылды, и бұл біз үшін признак, что баға бізде арда қарай, төменге қарай құлайтыны мүмкін екендігінің. И соответственно біз сделкамызды аштық, енді көреміз результатты. 38 секундтай бар әлі. 34, 33, 32, 30. Жаңа свеча қазір шығады. Жаңа свеча шықты. Бізде 13 секундтай бар. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И все. Плюс бізде $192. Несі керемет. Уже бізде $3091 бар. Дальше. Так, индекс па бірдеңе сияқты ғой. Audi USD-ге көрейік. Ликвидность шешіп тұр. Цель төмен жақтағы лоу. Пока сделканы жабылған күтейік. Так. Жоғары сделка бір минутқа ашып жібере салайын. Бізде в целом қызыл свеча бар. Үстіңгі жақты шешіп тұр алдыңғы свечасын. И астыңғы жағын шешіп тұр. Біздің целіміз төмен жақтағы лоу еді. Одан кейін бірақ бізде жасыл свеча шықты. Соответственно, жасыл свеча шыққаннан кейін енді мен ойлаймын, что бағаны аяқтағы хайды шешеді деп. Әлі аяқтағы хайды бізде шешкен жоқ. Так что жоғары сделкамды өзімнің ашып жібердім. Ал енді көретін боламыз результат. Пока астыңғы жақтағы ликвидностьтарды шешіп жатыр. Аяқтағы хайды шешу керек. Так, 10 секундтай қалды. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и плюс. Тағы да бізде $190, то есть $90 таза пайда таптық. И в целом бізде нарықтағы жерге қарай баруға баға тырысты. Соның арқасында біз сделкамызды жоғары ашып, прибыль алдық. Көріп тұрғандарындай. Вот. Свечаның жасыл болып жабылуы, ол жоғары қарай кетеді деген біздің стратегияларымыздың бірі да. Соответственно, бізде баға тырысты ғой. Сол тырысқанның арқасында біз өзіміздің прибылімізді алдық. И уже бізде $181 бар. Так, дальше. Мына жақта бізде ликвидность шешілген жер тұр.
Қараңдар, бізде не болған? Мына бізде ликвидность қалған, баға сол ликвидностьті шешкен, соответственно, реакция алған, мына ликвидностьке қарай келген, осы жақтағы ликвидностьті шешкен, төменге қарай кетіп бара жатыр қазір. Не болатынын көрейік. Ликвидность шешті. Ликвидность шешті. Давайте бір сделка сындыр ашып көре салайын жоғары қарай деп. Бізде мына жақтағы лоудан ликвидность шешіп жабылды. Я думаю, что осы именно знак ликвидность шешіп жабылуы мына жақтағы лоудың бағаның жоғары қарай кеткісі келіп бара жатқанының, то есть кеткісі келіп тұрғанының бір сигналы деп ойлаймын. Соответственно, сделкамды ашып жібердім жоғары қарай деп. Енді көретін боламыз. Бірақ енді бізде бағаны болжаудың теориясы бойынша стратегиямыз төмен. Яғни мына жақтағы подтверждение бергеннен кейін әлі де төмен қарай құлайтынымыз негізі анық еді. Но пока көреміз. Да, в целом баға арада қарай құлап жатыр. Но ничего страшного. Екі бір, все жабылды сделкамыз. Онда басқа парада қазір іздеп көретін боламыз ситуация. Так. Свеча қызыл болып жабылды. Давайте бір екі сделка ашып көрейік. Ликвидностьті шешіп жабылды жоғары жақтағы. Төменгі жақтағы лоуды әлі шеше алмады. Соответственно, астыңғы жақтағы лоуға қарай біздің стратегиямыз бойынша барады деп ойлаймын. И өзіміз сделкамды төмен деп ашып жібердім. Енді не болатынын көрейік. Так, жоғары жақтағы ликвидностьті алып кетті заодно. Да, көрдіңдер ғой, бағаны жоғары жақтан басып жатыр максималды түрде. Жаңа свеча бізде шықты. Ол да бізде ликвидность шешіп тұр. Келесі төменгі жақтағы лоу 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Шықпады. Былай жасайық, $200 қояйық. $200 2 сделка ашып, дагон сделка ашып жіберетін боламыз. Басқа парадан ситуация іздейік. Ничего страшного. Давайте ситуация күтейік өзімізге. Негізі жоғары ашсауға болады еді, но кішкене пока ерте болып тұр ғой. Свеча бізде қазір астыңғы жақтағы ликвидность шешті. Шешіп жабылды. Төмен кетсін. И сделкамды ашып жіберетін боламын. Екеу. $200 жоғары қарайды. Так, сделкамыз бізде жүріп жатыр. Астыңғы жақтағы ликвидностьті келіп шешті. Бізде стратегиямыз бойынша жоғары жақтағы қай цель? И 3, 2, 1. Хорошо. Шықпай қалды. Онда тағы өсірінен істеп жібереміз. $400 2 сделка ашып. Ну, енді сәл көптеп попытка керек, чтобы реализовать идею. Но ничего страшного. Мы это уже проходили. Астың жақта ликвидность шешті. Давайте 2 сделка жоғары ашып жібере салайық. Мына жақта понятная ситуация болып тұр. Астың жақта ликвидность бізде шешілді. Да? Одан кейін жоғары жақтаға жоғары кетіп бізде мына жақтағы ликвидность шешті. Но енді осы
Бірінші жоғары жақтағы ликвидін шешті, одан кейін барып астыңғы жақтағыны шешті. Енді осы астыңғы жақтағы шешілгеннен кейін бізде қарама қарсы бағытқа қарай мына жақтардағы ликвидностьтарға или мына жақтағы ликвидностьқа қарай барады деп мен ойлаймын. Соответственно, өзім сделкамды $400 екеу ашып жібердім. Дагон сделкамды. Үш, екі, бір. Так, екеуі де минус болып жабылған екен. Пока что, блин, болмай жатыр енді. Хорошо. Бізде соңғы попытка бар. $800 екі сделка ашып жіберетін боламыз. Так, қазір енді особенно рисковать етіп жатырмыз ғой. Бізде енді ликвидность шешкеннен кейін мына жақтағы енді жоғарыққа кетіп бара жатыр ғой, короче. Айда ладно. Кішкене обидно болды, конечно, бізде минус болып кеткені. Но бағаға ликвидность шешу керек болған ғой, значит. Төмен кетсін. Төмен кетсін, сделканы ашамын. Бізде ситуация жоқ, сделка ашатын момент жоқ. Хорошо. Хорошо. Евро-USD наконец-то арада қарай құлап жатыр, сәл өсіп. Бізде баға өзінің құлауын жалғастырып жатыр. Давайте басқа парлар іздейік, USD картқа алайық. Бізде шартовый модель шықты. Төменге қарай түсіп келе жатыр. Интересная ситуация. Қазір көреміз 19 секундта қандай не береді. И соған сәйкес жұмыс жасайтын боламыз. Так, закрепление болып жабыла ма екен? Жабылды. А, жоқ. Ликвидность шешіп жабылды. Төмен кетсін. Сделка ашамын. И екі сделка ашып жібере саламын жоғары қарай деп. Но енді сәл кештеу ашылды. Айда ладно. Ликвидность астыңғы жақтағы шешіп тұр бізде мына жақтан. И целіміз біздің мына жақтағы қай. Мына жақтағы свеча, мына жақтағы қайға қарай бару керек. Так, 16 секундтай қалды. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. И все. Да, рисковать етуге пришлось, но в целом кәдімгідей рисковать еттік. Қарайтын болсаңдар мінекей көрсетіп жіберейін. Бізде біраз минус болдық, да? Так, бір сделка аштық, екі сделка дагон аштық, 3 сделка дагон аштық, 4 сделка дагон аштық, 4 дагонға дейін, короче, енді минус болып жатып, и түптің түбінде плюс болды. В целом, енді рискованная торговля болды. Бір жағынан өздерің байқап тұрғандай жаңа платформаны тестировать етіп жатырмыз. Бұл жақта ешқандай курс, ешқандай верификация өтпейсің, и пополнение, и выводтары өте жылдам. Одан бөлек сендер жақсы көретін кез келген Қазақстан картасымен салу способы бар. Сондықтан осы жерге енді жайлап ауыса беретін боламыз. Өздерің көріп тұрғандай мен де депозит жасағанмын, и қазір көрсетіп жіберетін боламын. Осылай криптовалюта арқылы немесе по карте салсаңдар болады. Вот. Любой карта, Қазақстанның любой картасы. Қазір мен сендерге өзімнің немді көрсететін боламын. Так, история транзакция қараңдар. Менде пополнение болған. Көрдіңдер ғой? USDC-мен салғам, короче.
Вот. И бір жағынан байқағандарындай, короче, бізде не ғой, выплата көп. 96%. 92 емес, 96% максимумы. Өте керемет. Одан бөлек енді бұл жерде минималды уақыт сделка ашатын 15 секунд. Одан бөлек басқа да басқа плюшкалары өте көп. Преимущество өте көп. Оның барлығын ауыз толтырып, то есть айта бересің. Әзірше кішігірім осындай өзгеріс. Бүгінгі сауда өзінің аяғына жетті. Біз негізі примерно 3000-мен бастағанбыз. Даже 2000-мен бастадық. И қазір енді біз $217 таза пайда таптық. Сендер бізге болған Fast Money Forex баршаларыңа сәттілік. Келесі кездескенше.